Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге YouTube арнасын қалай ашуға болады, яғни канал ашу. Бұл қалай жүзеге асады, сол туралы бейне көрсетпекшімін. Көпшілігіңіздің сұрауыңыз бойынша бұл видео түсірілгелі тұр. Ең алдымен бізге YouTube арнасы не береді? Негізі арнада көптеген нәрсе жасауға болады. Видео түсіріп салуға болады, немесе дайын видеоларды салып бөлісуге болады. Немесе табыс табуға болады. Ең бірінші мақсат сол шығар енді. Қараңыздар, құрметті достар, бірінші кезекте сіздерде аккаунт болу қажет. Ол аккаунт негізінде, егер барлығыңыздың ұялы құрылғыларыңызда YouTube болса, ол бар деген сөз. Егер де жоқ болған жағдайда менің видеом арқылы ашуға болады. Бірінші кезекте менде бар болғандықтан мен сменить аккаунт деп басам. Сіздерде егер болса, онда сол аккаунтпен жүре бересіздер. Создать аккаунтты басамыз. Есім енгіземіз. Өзіміздің ат жөнімізді толық жазамыз. Осы жағдайда создать вместо этого адрес электронной почты деп жазамыз. Содан кейін енгіземіз, мысалы, мектеп мұғалімі деп ашсақ болады. Парольға өздеріңіз пароль қоясыздар. Бұл парольді ұмытып қалмауларыңыз керек. Сондықтан сақтап алуға тырысыңыздар. Осындай бет ашылады бізден. Номер енгізу міндетті емес. Егер қаласаңыздар енгізуге болады. Резервный адрес қоюға болады. Егер де сіздің аккаунтыңыз ертең өсіп, дамып, адамыңыз көбейіп жатса, сіздерге жаңағыдай хакер атака болуы мүмкін. Сондай жағдайда сақтап қалады. Яғни, сондай жағдайдан сақтап қалу үшін осындай резервный адрес қойған дұрыс. Егер де қаламасаңыз, ол да міндетті емес. Туған күн айыңызды енгізесіздер. Полды да енгізесіздер. Содан кейін далені басамыз. Содан кейін осындай бет ашылады. Ашылған беттен біз принимаюды басамыз. Міне, бізде осындай YouTube'дан канал ашылды. Яғни, осы жерде сіздің каналыңыз болады. Ол автоматты түрде ашылады. Осы каналыңызға міне создать канал деп басасыздар. Бұл бізде қазір YouTube'дан аккаунт аштық. Енді создать каналға барамыз. Осы жерде сіз делайте первый шаг деп тұрады. Міне, начатьты бастаймыз. Осы жерде қараңыздар, қандай сіздің атыңызбен ашайық па, әлде өзіңіздің қоятын атыңызбен ашасыз ба, өзіңіз білесіз. Енді мен осы атты таңдай қояйын, бірақ сіздер өзгертіп таңдауға да ашуға да болады. Міне, осылай каналымыз ашылды. Осы жерге бірінші сурет енгізесіз. Загрузить изображение арқылы, ол үшін бірінші кезекте дайындап аласыздар. Суретіңіз міндетті түрде бренд болу керек. Яғни өзіңіздің каналыңыздың атауына сай, соған байланысты жасалу шарт. Содан кейін описание міндетті түрде описаниясы болу керек. Канал немен айналысады, не береді басқаларға, немесе қандай да өзіндік саласы болады, сол бойынша міндетті түрде описание жазып қоюыңыз керек. Егер де сізде Instagram, тағы басқа Twitter, немесе Facebook, тағы басқа канал жаңағындай сайттарыңыз болса, соларды қоюға болады. Описание мой канал деп жазып қояйын. Содан кейін сохранить и продолжить басасыз. Міне, сіздің каналыңыз ашылды. Ендігі келесі бейнеде мен сіздерге сол каналмен қалай жұмыс жасау керектігін этап-этаппен түсіндіретін боламын. Әзірге бүгінге болды.
тыңдап тамашалағандарыңызға рахмет. Видеоны достарыңызбен бөлісе жүріңіздер.